Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Корей халқының пянцай деп аталатын пигодиінің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл тағам өте дәмді әрі тойымды болып келеді. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Құрамы мен мөлшерін төменде описание бөлімінде толық жазып қалдыратын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен електен өткізілген ұнымыздың үстінен 1 шай қасық ашытқы, 1 шай қасық тұз саламыз. Оның үстінен жылы суымызды құйып, қолымызбен бір араластырып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Пигодиіміздің қамыры осылай жұп-жұмсақ болып иленіп шығады. Енді осы қамырымыздың бетін пленкамен жауып, жылы жерге 1-1,5 сағат уақытқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше пигодиінің салмасын дайындаймыз. Ол үшін 40 қабатты осылай майдалап турап алып, үстінен 1 шай қасық толы тұз саламыз және қолымызбен басып осылай араластырамыз. Бізде капустаның көлемі кішкене кішірейіп басылуы керек. Пигодиіміз дәмдірек шығу үшін тартылған етіміздің үстінен қойдың құйрық майын осылай майдалап турап қосып жіберсек болады. Бірақ бұл міндетті емес, егер ұнатпасаңыздар қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Етіміздің үстінен майдалап туралған пиязымызды және 2 тісше үкіштен өткізілген сарымсақты саламыз. Ал енді жаңа қолымызбен басып араластырып алған капустамызды саламыз. Оның үстінен 1,5 шай қасық толы тұз және дәміне қарай қара бұрышымызды қосамыз. Және 1 шай қасық толы кориандрымызды саламыз. Қолымызбен жақсылап барлығы біріккенше араластырып шығамыз. Пигодиіміздің салмасы осымен дайын болады. Шамамен 1-1,5 сағат уақыт өткеннен кейін пигодидің қамыры осылай көтеріліп дайын болып тұрады. Енді осы қамырымызды қолымызбен 1-2 басып илеп аламыз және таразының көмегімен шамамен 70-80 граммнан бөліп өлшеп аламыз. Мен барлығын 80 граммнан бөліп алдым. Енді осы бөліп алған қамырларымызды қолымызбен осылай дөңгелек формаға келтіреміз. Араларын ашықтау етіп қоямыз және қамырымыздың беті кеуіп қалмас үшін осылай пленкамен жауып қоямыз. Енді шетінен бір-бірден алып қамырымызды жаямыз. Қамырымызды қатты қалың немесе қатты жұқада етпей, орташа қалыңдықта осылай дөңгелетіп жайып аламыз. Ал енді үстінен салмамызды саламыз. Салманы барынша молдау етіп сала берген дұрыс болады. Қамырымыздың екі шетін жақсылап қысып, видеода көріп тұрғандай ретпен пигодиімізді түйіп шығамыз. Түйу барысы түсініктірек болу үшін тағы да бір қайталап көрсететін боламын. Менің каналымнан шығатын жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда сіздер келесі шығатын жаңа видеоларды бірінші болып көретін боласыздар. Пигодиларымыздың беттері кеуіп қалмас үшін түйіп болғаннан кейін міндетті түрде бетін пленкамен жауып отыруды ұмытпаймыз. Осылай әдемілеп түйіп шықтық. Ал енді суымызды алдын ала қайнатып дайындап қоямыз және мантываркамызды сұйық маймен майлап, пигодиларымызды орналастырамыз. Пигодиларымыз пісу барысында бір-біріне жабысып қалмас үшін араларын ашықтау етіп қойып шығамыз. Беттерін осылай сұйық маймен майлап, мантываркамыздың қақпағын жауып, шамамен 40-45 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. Пигодиларымыз осымен дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып көтеріліп, формаларын жоғалтпай, бір-біріне жабыспай, керемет болып пісіп шыққан өте тойымды әрі дәмді тағамдардың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Менің видео рецептерім сіздерге ұнаған болса, пайдалы болған болса, арнама міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен болған Нұрзина.